أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Қазынасына бірінші ер жігіт, екіншісі суылжар, үшіншісі құмайтазы, және де төртіншісі берен отық, бесіншісі жүйрік ат, алтыншысы ақыл білім, жетіншісі құран. Түседі ғой. Сол түрлерін айтыңызшы. Аушы, тәйге, бүкшік. парызға шарт, ал шынайы парызға рукн делінеді. Шарт бірінші нәжестен таза болу, дененің, киімнің және де намаз оқитын жердің таза болуы. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Түркістан қаласы Нақбалти мешітінде имани жазғы сауат ашу курсының шәкірттері курсты тамамдап жатыр. Осы курстың басы қасында болған осы мешіттің имамына, Бауыржан имамға, және де осы курстың және де осы шәкірттер арасындағы Құран жарысының, дұға жарысының ұйымдастырылуына осыған демеушілік көрсеткен барша осы Ремзауыттың азаматтарына, жамағаттарына үлкен рахметімізді айтамыз. Алла тағала разы болсын. Бұдан кейінгі уақыттарда осындай іс-шаралар, осындай курстар Құдай қаласа жалғасын таба берсін. Шәкірттеріміз иманды, мейірімді, адалдық, Құранға деген ықыласы иншалла арта берсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхаби ажмаин. Алла тағала мақтау мадақ болсын. Пайғамбарымыз Хазіреті Мұхаммедке салауат пен сәлем болсын. Аллаға шүкір, мына мешітіміздегі Құран жарысын тамамдадық. Құран жарысы Құранды мәнерлеп оқудан, жазғы сауат ашу курсына келген шәкірттердің арасында Құранды мәнерлеп оқудан, одан кейін 32 парызды жаттаудан, одан кейін қосымша Құранменен бірге қазақтың салт дәстүрлерінен сұрақтар қойылды. Одан кейін қатысушыларға әрқайсысына жеке-жеке өздерінің 7 аталарын айту міндеттелді. Алланың қалауымен осы бір жарысымыз өз мәресіне жетті. Жарысты ұйымдастырған осы Нақбалти мешітінің имамдарына, бас имамы мен найып имамына, сонымен қатар осыған демеушілік жасап қолдаған Ремзауыттағы мөлтек аудандағы аға бауырларымызға айтар алғысымыз шексіз. Енді шәкірттерімізге жүлде, қаржылай жүлде үлестірілді. Шәкірттерге қаржылай берген себебіміз алда оқу маусымы келе жатыр. Шәкірттеріміз сол оқуға керек құрал жабдықтарын сатып алады ғой деген ниетпен сыйлығымыз қаржылай болды. Барша атсалысқан бауырларымызға, жамағатқа
алла разы болсын дегіміз